Алматы технологиялық университеті. Биотехнология және химиялық технологиялар факультеті. Қолданбалы биотехнология кафедрасы. Курстың атауы жалпы фармакология. Қауымдастырылған профессор Желібаева Айнұр Амангелдиновна. Дәріс 14. Эндокринді жүйке ауруларының фармакотерапиясы үшін дәрілерді таңдаудағы клиника фармакологиялық жолдардың негізгі ұстанымдары. Дәріс мазмұны. Кіріспе. Эндокринді жүйе ауруларына шолу. Клиника фармакологиялық тәсілдер. Негізгі принциптер. Дәрілерді таңдау критерийлері. Тиімділік, қауіпсіздік, тыныштандыру, құны. Гормоналды препараттар. Жіктелуі және сипаттамасы. Қалқанша безі аурулары. Фармакотерапиясы. Қан диабеті. Бүйрек үсті бездер аурулары. Гипофиз және жыныс бездері. Дәрілік өзара әсерлесулер. Терапевтикалық мониторинг. Қорытынды. Эндокринді жүйе ауруларына шолу. Эндокринді жүйе ауруларының негізгі түрлері. Қант диабеті. Көмірсутек алмасуының бұзылуы. Уыттық диффузды жемсау. Грейс-Безедов ауруы. Гипотериоз. Қалқанша безінің жетіспеушілігі. Гипертериоз. Қалқанша безінің гиперфункциясы. Акромегалия. Өсу гормонының артықшылығы. Гипофизарлы манизм. Ергежейлік. Семіздік және бүйрек үсті жетіспеушілік. Клиникалық маңызы. Эндокринді бездердің гиперфункциясы мен гипофункциясы организмдегі барлық зат алмасу процестеріне әсер етеді. Дұрыс емдеу стратегиясын таңдау науқастың өмір сапасы мен болжамын айқын анықтайды. Эндокринді жүйе сызбасы. Гипоталамус гипофиз. Қалқанша безі, бүйрек үсті бездері, ұйқы безі, жыныс бездері. Клиника фармакологиялық тәсілдердің негізгі принциптері. Дәрілік терапияның негізгі мақсаттары. Гормоналды тапшылықты толықтыру. Гормоналды ауыстыру терапиясы. Жетіспеушілік жағдайларында қолданылады. Гормоналды артықшылықты тежеу. Синтез ингибиторлар гормондардың бөлінуін тежейтін препараттар. Гормоналды рецепторларды бұғаттау. Антагонистер, конкурентті ингибиторлар. Ферменттерді ингибирлеу. Гормоналды синтез ферменттерін бұғаттау. Жеке дәрілік тәсілді таңдау факторлары. Науқастың жасы,
Үйде жасаған науқастарда дозаны түзету қажет. Жыныс және жүктілік. Жүктілік кезінде препараттардың тератогенді әсері. Сопақтық дәрежесі. Дозаны дене салмағына қарай есептеу. Бүйрек және бауыр функциясы. Метаболизм мен экскреция бұзылуларында дозаны түзету. Сүйек тығыздығы. Остеопороз қаупін ескеру. Клиникалық фармакология принципі. Емдеу тактикасын таңдауда тек диагноз ғана емес, науқастың жеке ерекшеліктері, сипаттамалары және препараттың фармакокинетикалық қасиеттері де ескерілуі керек. Дәрілерді таңдау критерийлері. Тиімділік. Клиникалық зерттеулер негізінде дәлелденген терапевтикалық әсер. Рандомизделген бақылаулы зерттеулер деректері. Мета талдау нәтижелері. Клиникалық нұсқаулықтар жұмыстары. Қауіпсіздік. Жанама әсерлер профилі мен қарсы көрсеткіштер. Жанама әсерлер жиілігі мен ауырлық дәрежесі, қарсы көрсеткіштер тізімі, ұзақ мерзімді қауіпсіздік деректер. Тыныштандыру. Науқастың препаратты көтере алу қабілеті. Өмір сапасына әсер етуі, емге адгеренттілік факторы. Жанама әсерлерді басқару мүмкіндігі. Құны. Емдеудің экономикалық тиімділігі. Препараттың өз құны, қосымша тексерулер мен мониторинг құны, жанама әсерлерді емдеу құны. Гормоналды препараттардың шектелуі. Бірінші биолог және пептидтік құрылымды заттар. Аминоқышқылдардан тұратын ірі молекулалы гормондар. Гипоталамус гормондары. Дофамин, соматостатин, ГРГ. Ұйқы безі гормондары. Инсулин, глюкагон. Гипофиз гормондары. Пролактин, СТГ, ФСГ, ЛГ. Кальциотетин. Парақ алқанша безінің гормоны. Екінші амин қышқылдардың туындылары. Йодталған амин қышқылдар. Тироксин және тритотратин. Үшінші стероидті қосылыстар. Холестериннен синтездейтін гормондар. Глюкокортикоидтар, минерал кортикоидтар, жыныс гормондары. Қалған безі ауруларының фармакотерапиясы. Гипотериозды емдеу. Левотироксин бірінші таңдау препараты. Бастапқы доза 25-50 мг тәулікке. Титрлеу 4-6 апта сайын ТСH негізінде. Мақсаты ТСH 0,5-2 мг. Қабылдау аш қарынға таңертең. Биотиреноид. Қосымша терапия. 5-2 мг тәулікке. Жүрек ауруларына сақ болу. Гипертериозды емдеу. Тиамазол. Бастапқы доза 20-40 мг тәулікке. Қолдаушы доза 5-10 мг тәулігіне. Механизм тиреоидты гормондар синтезін тежеу. Пропилтиорацил. 100-150 мг тәулігіне 3 рет. Бірінші триместр жүктілік кезінде Т4 пен ТОШ конверсиясын тежейді.
Қант диабетінің фармакотерапиясы. Инсулин терапиясы. Қысқа әсерлі инсулиндер. Аналогтары аспарт, виспро, глюколизин. 10-15 минутта әсер басталады. 1-2 сағатта пик әсері. Ұзақтылығы 3-5 сағат. Орташа әсерлі инсулиндер. НПР, изофан, цинк инсулин. Басталу әсері 1-2 сағатта. Пик әсер 4-8 сағатта. Ұзақтығы 12-18 сағат. Ұзақ әсерлі инсулиндер. Гларгин, детенир, гекудек. Әсер басталу 1-2 сағат. Пик әсері жоқ. Ұзақтығы 24-42 сағат. Қант диабетінің типтері. Бірінші тип аутоиммунды. Екінші тип инсулин резистенттігі. Таблеткалы препараттар. Югониктер, ГЛП-1 агонистері, ДПП-4 ингибиторлары, SGLT2 ингибиторлары, бүйрек үсті бездер ауруларының фармакотерапиясы. Глюкокортикоидтар. Қысқа әсерлі 12 сағат. Гидрокортизон 1-1,5 мг килограммға тәулікке. Орташа әсерлі 12-36 сағат. Преднизолон, медилипреднизолон. Ұзақ әсерлі 36-72 сағат. Дексаметазон, бетаметазон. Бүйрек үсті бездері. Қыртыс. Глюкокортикоидтар. Қыртыс минералкорикоидтар. Мозг. Катехоламиндер. Кушинг синдромын емдеу. Кетоконазол, митерапон, пасиротид, кабергалин. Эдисон ауруы. Гидрокортизон, флуорокортизон. Стресс жағдайында дозаны 2 есе арттыру. Гипофиз және жыныс бездері ауруларының фармакотерапиясы. Гипофиз гормондары, окситоцин, негізгі әсері миомериге қуаттандырғыш. Қолданылу босануды қуаттандыру, қан кетулер. Енгізу бұлшықетке, күре тамырға. Вазопрессин. Негізгі әсері судың реабсорбциясын реттеу. Қолданылуы қансыз диабет. Жанама әсері ақ жоғарылауы. Акромегалияны емдеу. Соматостатин аналогтары. Актриотид, лангреоктид. Пегвисамонт. Пролактимонаны емдеу. Кабергалин және бромокриптин. Гипофиз гормондарының мешендері АКТГ, бүйрек үсті, ТТГ, алқанша, СТГ, сүйек бұлшық. Дәрілік өзара әсерлесулер мен қауіпсіздік. Негізгі дәрілік өзара әсерлесулер левотироксон, кальций. Кальций карбонаты, темір сульфаты. Әсері левотироксин синірін төмендеуі. Метморфин, биоптық контраст. Рентгендік зерттеулерді қолданылатын контрастілер. Терапевтикалық мониторинг. Лабораториялық бақылау, клиникалық бақылау, параклиникалық бақылау. Бастапқы тегілеу кезінде 4-6 апта сайын, тұрақты жағдайда 3-6 айда 1 рет созылмалы ауруларда жыл сайын қаралып бақылау тиіс. Қорытынды. Эндокринді жүйке ауруларының фармакотерапиясы. Эндокринді жүйе ауруларының фармакотерапиясы күрделі және жеке дәрілік тәсілді талап етеді. Клиника фармакологиялық принциптерді сақтау, тиімді және қауіпсіз емдеудің кепілі.
тиімді қауіпсіздік тыныштандыру және құн критерияларын ескеру қажет. Тұрақты терапевтикалық мониторинг және науқастың емге адгеренттілігі маңызды факторы. Назарларыңызға рахмет.